Сәлеметсіздер ме, балалар? Алматы облысы, Қаратал ауданы, Бекен Римова атындағы мектепке дейінгі шағын орталығы бар орта мектеп гимназиясының 3-ші деңгейлі қазақ тілі мен әдебиет пәнінің мұғалімі Төлеуова Айгүл Айбасовна. 7-ші сынып. Жердегі климаттық өзгерістер бөлімінің 7-ші сабағы. Балалар, алдымен сұрақ менен, жауап сенен әдісі арқылы өткен сабақты қайталайық. Қазақстанда ауаның температурасы қалай өзгерген? Ауа райының өзгеруіне не себеп болды? Қазақстандағы ауаның температурасына байланысты ғалымдар қандай болжам жасаған? Иә, балалар, дұрыс айтасыңдар. Яғни Қазақстанда ауаның температурасы едәуір жоғарылаған. Ғалымдардың болжауы бойынша температура көтеріле берсе, елімізде экологиялық өзгерістер болуы мүмкін. Балалар, жаңа сабақтың тақырыбын анықтау үшін келесі бейнероликке назар аударайық. Балалар, бейнероликтен не көрдіңдер? Ненің дыбысын естідіңдер? Қалай ойлайсыңдар? Бүгінгі сабағымыз қандай тақырыпта болмақ? Дұрыс айтасыңдар, балалар. Бүгін біз суға байланысты тақырып өтеміз. Сабағымыздың тақырыбы ауыз су қоры не себепті азаятынын білесің бе? Сабағымыздың мақсаты тыңдалған мәтіннің негізгі мазмұнын түсініп, ақпараттың өзектілігін анықтаймыз. Диалогке қатысушылар коммуникативтік жағдаяттың талаптарына сай сөйлеуші тыңдаушы позицияларын еркін ауыстырады. Бағалау критерийлері: мәтіннің негізгі мазмұнын түсінеміз, ақпараттың өзектілігін анықтаймыз, диалогке қатысушылар сөйлеуші тыңдаушы позицияларын еркін қолданады. Балалар, айтылым тапсырмасы бойынша сұрақ-жауап әдісі арқылы мына сұрақтарға жауап берейік. Суреттерде не бейнеленген? Ауыз суды қайдан аласың? Судың қандай түрлерін білесің? Иә, балалар, суретте су бейнеленген. Судың қатты, сұйық, газдалған түрлері бар екен. Келесі кезекте бүгінгі сабақтың жаңа сөздермен танысып өтейік. Жаңа сөздер: ауыз су, жарамсыз, тасқын, жайылым, көмірқышқыл, бу. Балалар, енді осы сөздерді орыс тіліне аударып көрейікші. Ауыз су, питьевая вода. Жарамсыз, непригодный. Тасқын, наводнение. Жайылым, пастбище. Көмірқышқыл, углекислый. Бу, пар. Жарайсыңдар, балалар. Тамаша. Енді осы сөздермен сөз тіркесін не сөйлем құрастырайық? Өте жақсы. Енді, балалар, бірінші тапсырма: жаңа сөздерді суреттермен сәйкестендірейік. Ауыз су, жарамсыз, теңіздегі тасқындар, мал жайылымы, көмірқышқыл газы, бу. Қане, балалар, тапсырманы орындайық.
Жақсы балалар, енді қане тексеріп көрейікші. Ауыз су, көмірқышқыл газ, жарамсыз, бу, тасқын, жайылым. Тамаша балалар, өте жақсы орындадыңдар. Жарайсыңдар. Тыңдалым оқылым тапсырмасы бойынша екінші тапсырма. Алуа мен Дананың диалогын тыңдайық. Алуа. 21 ғасырда су қорына байланысты қандай түйткілді мәселелер бар? Дана. 21 ғасырда су қорына байланысты түйткілді мәселе көп. Соның бірі ауыз су мәселесі. Алуа. Әлемде таза ауыз су қорының азаюы немен байланысты? Ғалымдар мен мамандар ауыз су қорының азаюын немен байланыстырады? Дана. Жалпы әлемдік деңгейде ауыз су қоры азаюын мамандар теңіздегі тасқындармен байланыстырады. Алуа. Қазақстанда ауыз су мәселесі қалай шешілген? Халық пайдаланатын ауыз судың сапасы қандай? Дана. Біздің елімізде де ауыз су мәселесі қиындық тудырып отыр. Қазақстанда халық пайдаланатын ауыз судың 20%-ға жуығы жарамсыз. Алуа. Әлемдік жылынуға байланысты Қазақстанда не өзгеруі мүмкін? Табиғи апаттар болуы мүмкін бе? Дана. Әлемдік жылынуға байланысты болашақта Қазақстанда өзендердің ағысы өзгеруі мүмкін. Табиғи апат көбейіп, табиғи өзгерістер орын алуы мүмкін. Алуа. Ғалымдар су қорының төмендеуін жердегі температураның жоғарылауымен байланыстырады. Температураның жоғарылауы қалай әсер етеді? Дана. Соңғы кезде атмосферада көмірқышқыл газы көптеп бөлінуде. Көмірқышқыл газы көбейген сайын температура жоғарылайды. Жердегі су бу болып шығады. Ол су қорының төмендеуіне әсер етеді. Алуа. Су қорының төмендеуі ауыл шаруашылығына әсер ете ме? Дана. Әрине алуа. Су қорының төмендеуінен мал жайылымдары тозады. Ол ауыл шаруашылығына кері әсер етеді. Алуа. Рахмет. Сенен көп мәлімет алдым. Сонда энергияның көп бөлінуінен жердегі су қоры азаяды екен. Су азайса, жерден өнім шықпайды. Тұрмыста, өнеркәсіпте суды көп пайдалану су қорының азаюына әсер етеді. Сондықтан суды орынды пайдаланып, ауыз суды үнемдеу қажет. Балалар, балық қаңқасы әдісі арқылы үшінші тапсырманы орындаймыз. Тыңдалған мәтінге сүйеніп, ауыз суының азаю себебін дәлелдейміз. Балалар, тапсырманы дұрыс орындау үшін сіздерге дескриптордың 2 қадамын беріп отырмын. Ал қане тапсырманы орындайық. Жақсы балалар, енді тапсырманың жауабын тексерейік. Проблема. Ауыз су қорының азаюы. Себептері. Мамандар ауыз су қорының азаюын теңіздердің тасқындарымен байланыстырады. Атмосферада көмірқышқыл газы көбейген сайын температура жоғарылайды. Жердегі су бу болып ұшады. Ол су қорының төмендеуіне әсер етеді. Шешу жолдары және қорытынды. Суды орынды пайдаланып, ауыз суды үнемдеу қажет. Балалар, сіздер дескриптордың 2 қадамын өте жақсы орындадыңыздар. Тамаша, жарайсыздар. Балалар, білім теңізіне кеме жіберіңіз әдісі арқылы бүгінгі сабақтан алған әсерімізді анықтайық.
Тақырыпты жақсы меңгерген білім алушылар кемелерін теңізге орналастырады. Өзіне сенімсіздер теңіздің шетінде қалады. Су тіршілік көзі тақырыбына эссе жазып, маған WhatsApp желісіне жібереміз, балалар. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Табиғи ресурстарды, суды әрдайым үнемдеп, оларды ысырап етпеуді әдетке айналдыруды ұмытпайық, балалар. Сау болыңдар.